Hi guys, I'm Miss Madina and I'm very glad to see you in my channel. And today we're going to speak about asking, especially asking to repeat. For example, when your partner said something and you couldn't hear it and you can say, sorry, could you repeat it that? I'm sorry, could you repeat that? Сәлем достар, мен Miss Madina. Мен сіздерді көргеніме қазір өте қуанышты болып тұрмын. Осы видеоны түсіріп жатқаныма қуанышты болып тұрмын. Жалпы үнемі мен видеом шықпайтынына сіздерден кешірім сұраймын. Оған себеп негізі уақыт тапшылығы. Ал бүгін біз ағылшын тілінде бір нәрсені естімей қалған жағдайда, немесе ағылшын тілі нәсілдегі адаммен сөйлескен кезде бір нәрсені түсінбесеңіз, одан ұялмай қалай сұрауға болатынын үйренеміз. Ал онда кеттік. Жалпы бұл идея маған жұмыс барысында келді. Себебі лекция оқып жатқан кезде бір студент естімей қалды да, мен не айтқанымды маған айтады. What? дейді. Негізі ол өте грубый нәрсе. Егер сіз бір нәрсені түсінбесеңіз, қазақ тілінде де сіз біреуге не деп айтпайсыз ғой, айтасыз, мен түсінбей қалдым, басынан айтшы деген сияқты. То есть мен өзім ең қолданылатын бірінші сөз excuse me, could you repeat that? Кешірім өтінем, сен оны қайталай аласың ба? Өте сыпайы түрде, ешкімді ренжітпейсіз. То есть адам дәл айтқан нәрсесін сізге дәл солай қайталап береді, То есть excuse me, could you repeat that? Could you repeat that? Екіншісі sorry, I didn't hear that. Кешірім өтінем, мен түк естіген жоқпын сенің не айтқаныңды. Sorry, I didn't hear that. I'm sorry, I didn't hear you. I'm sorry, I didn't hear you. Үшінші сөз pardon, то есть pardon деген негізі ол өте ескірген нәрсе, бірақ шетелдерде оны көп қолданады. Жалпы pardon деген сөз негізі уже ескіріп кеткен, жалпы модада емес сөздердің бірі. Просто sorry немесе pardon деп айтсаңыз болады, То есть ол сіздің естімей қалғаныңызды білдіреді. Яғни язык тела деген болады ғой. Pardon десеңіз уже адам ойлайды, естімей қалды ғой деймін деп. Pardon? Төртінші сөз, кішкене орыстар көбінесе айтады, я не догоняю, немесе я не догнал тебя деген сияқты. Дәл солай, I didn't catch that. Яғни, я не догоняю тебя, я не догоняю ход твоих мыслей. I didn't catch that. Sorry, I didn't catch it. Sorry, I didn't catch that. Және бесінші сөз, I beg you, pardon. I beg you, pardon. То есть, я не расслышал. Что ты сказал? I beg your pardon. Бұл видео өте қысқаша болуы мүмкін сіздер үшін, бірақ мен студенттерім осыны қолданса деген ниетпен түсірдім сіздерге арнайы. Бір нәрсені естімей қалған кезде грубо ешқашан айтпаңыздар, be polite, окей? Бір вежливый болуға тырысыңыздар. Дәл солай, excuse me, could you repeat that? Мен өзім қолданатын. Және сіздерден сұрағым келетін нәрсе, егер мен видеоны толық ағылшынша шығаратын болсам, сіздер барлық сөздерді түсіне аласыздар ма? То есть мені негізі көбінесе көретін ол мен оқушыларым. Мен мектепте сабақ бергендіктен оқушылар мені көп көреді деп ойлаймын. Олардың деңгейі толық видеоны ағылшынша көруге мүмкін жетпейтін шығар. Бірақ қазіргі таңда жоғарғы оқу орнында сабақ бергендіктен мүмкін студенттер уже толық ағылшынша сөйлей алады, ағылшынша толық түсірсем түсінесіздер ме? Егер жалпы осы туралы ойларыңызды астына комментарийге жазып, видеоға лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осылай достар, бір нәрсені түсінбеген жағдайда, естімей қалған жағдайда ұялмай, қош дәлше айта берейінші демей, ұялмай сұраңыздар. Ең оңай нәрсе, excuse me, could you repeat that деген сияқты. Және сіздерге қоятын бір сұрағым, қай тапсырманы, то есть қандай темадағы тақырыптарды сіздер түсінбейсіздер. Менің ойымша негізі шақтарға байланысты, То есть грамматикаға байланысты көптеген оқушылар, студенттер қате жібереді. Мүмкін грамматикаға байланысты видео түсірейін ба? Астына міндетті түрде ойларыңызды жазып кетіңіздер, мен міндетті түрде оқимын және именно сол тақырыпқа байланысты сіздерге видео түсіруге тырысамын. Әдеттегідей каналға жазылуды, лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Bye!